қазақ қызы, заң өкілі, адвокат ретінде мына жаңалықтан үнсіз өтіп кете алмадым. Біздің елдің қыздарына тіл тигізген шетелдік 2 блогерге қылмыстық іс қозғалды. Бұл заңды Қазақ қыздары, ол менің, сенің, Ақбек қарындастарың ол. Қазақ қыздар деп общий айтып отыр. Ол бір адамды айтып отқан жоқ. Ол бір адам болса, ол 5 саусақ бірдей емес. Это не означает то, что сен ойлағандай барлық қыздар сондай. Жоқ, мықты ап-әдемі қарагөз сұлу қыздарымыз бар. Сен көрмей жүрген, сенмен сөйлеспейтін, сен менсінбейтін, маңына жолатпайтын қарагөз қыздарымыз бар. Сен ойлама, ойбай, анау мынаумын деп. Артық кетесіңдер. Тілге байқап сөйлеу керек, басқа бәле тілден дейді. Тіліңді кесіп аса бар ғой, ренжисің ғой. Қазақстанға келдік, қонақ жайлық емес екен, басқа екен деп. Не бір мықты азаматтар бар, намысшыл. Бас істемейтін адамдар да бар, сотталып кетсе де оған өкінбейтін. Лично өзім айтқан сөзіме жауап берем, лично өзім сотталып кетсем де мен 1 грамм өкінбеймін. Менің әкем де оған өкінбейді. Дұрыс дедің балам деп отырады. Так что намыс деген Ресей мен Азербайжанда блогерлер қамалғаны жеткіліксіз бұлардың. Бұған қатаң шара қолданылады. қазақ қыздарын қорлауға ешкімнің құқысы жоқ. Мен Кешкенбаева Нура, қазақ қызы, заң өкілі, адвокат ретінде мына жаңалықтан үнсіз өтіп кете алмадым. Біздің елдің қыздарына тіл тигізген шетелдік 2 блогерге қылмыстық іс қозғалды. Бұл заңды әрі орынды шешім. Алайда осы мәселені көтеріп жүрген, қоғам назарын аударып жүрген әріптесім Әділетханға да қылмыстық іс қозғалды. Сонда қалай? Қазақ қыздарының намысын қорғасан, айтсын да. Қаракөз қыздарымызды қорлатпай, олардан ар намысын қорғап, қоғамда резонанс тудыртқан әріптесім Әділетханның алған жауабы осы ма? Ертең әр азамат осындай әділетсізге тап болса, кім сөз сөйлейді, кім қорғайды? Әділдік бар жерде қоғамның сенімі сақталады. Мен Кешкенбаева Нура Жұмабекова, қазақтың қызы ретінде, заңгер ретінде Әділетхан, мен сені қолдаймын. Сол видео шыққалы, тағы да сол басқа ұлттың өкілдері қазақ қыздары туралы тағы да видео түсіріп жатыр. Түнгі клубтардан шығып жүрген, қисаңдап жүрген 18 жастағы қыздар деп, жаңаға бейәдеп қылық көрсетіп жүрген қыздарды көрсетіп, қазақ қыздары деп ерекшелеп бір жаман жүрістерін көрсетіп, масқара олар да шығарып жатыр. Ал енді әлемге айдай болдық енді мысалы да. Қорғап жүрген қыздардың түрі осы ма деген сияқты мысқыл ғой, кекесін ғой. Мынау тиктокты вообще аша алмаймын. Балалардың қасында отырсам, қасында балам отырса аша алмаймын. Ойбай бір сұмдық шығып кетем екен деп. Не деген әдепсіз видеолар көбейіп кетті. Қыздар бар ма, Алматы, Чымкент бір жақтан деп, пәтерлер бар ма, бірдеңе сірдеңе, ойбай көбейіп кетті, сұмдық көп. Енді айта алмаймын, санын ше. Тағы да бір неше түрлі дыбыстармен видеоларды шығарып жатыр. Бұл не болып кетті сіздерге, жалпы жігіттерге айтайын. Осылар жазып жатқан, соны шығарып жатқан жігіттері, қазақтың жігіттері ғой. Қыздың бұзылуына өздерің себеп болып жатқан жоқсыздар ма? Ал енді ішіңде осындай тірлік жасап, қызды бұзып, енді сырттағы басқа ұлттан қорғайтынсып, намысыңды жыртып атқаның жалпы бір-біріне қарама қайшы емес па деймін мен. Өзіңнің қарындасыңдай әр қызды өзіңнің қызыңдай көрсең, сондай нәрсені жасамас едің. Ал енді сол видеоларға жазып атқан комментарийде есеп жоқ. Оның қаралымында есеп жоқ. Оған коммент жазып атқанда сол қазақтың қыз жігіттері, әсіресе әйел адамдар. Мен қатарлы әйелдер. Несі бар бармыз? Анау мынау, бірдеңе сірдеңе. Енді ұят нәрсе. Шаруаң қанша дейсің бе тағы да? Бар шаруам. Мен де қазақтың бір қызымын. Маған да әр қазақтың қызы, қайталап айтам, өзімнің қызымдай, әпкемдей, сіңлімдей. Әр қазақтың жігіті бауырымдай, баламдай, әкемдей. Шаруам бар. Әр қазақтың бір-бірінде шаруасы болу керек, жөнге салу керек, айту керек. Сондай видеоларға да тоқтам салып, айтқан адамды көрмедім. Мүмкін менің көзіме түспеген шығар.
Мен де айтпай ақ қояйын десем, сонда кім айтады? Айтыңыздаршы. Бұған тоқтау бола ма? Қыз балаларға, әйел адамдарға айтам әсіресе. Әдепті болыңыздар. Аяғы неге соғары мүмкін екенін білдіңіздер ма? Мен видеолардың барлығын ашып көріңізші, бүгінгі түсірген. Көп нәрсе сізге түсінікті болады. Достар, осы соңғы 2 күнде мен тек қана жаңағы видеоға айтып қана қойып кеткен жоқпын. Яғни іс-шара жүргізілді. Ең бірінші Мәулен деген кісіміз, адвокат, сол кісіге хабарластым. Одан кейінгі екіншім Жасыл Желкен деген жерге хабарластым. Яғни 2 жерден де бізде іс-шара жүргізілді. Бүгін TikToktан видео көрдім. Өте қатты қуанышты жаңалық шықты. Заместитель генерального прокурорадан, жаңағы көрмесеңіздер, TikToктан іздеп көрсеңіздер болады. Жаңағы блогерларды 15 күндік хулигандықты 174 бап бойынша жазалануы мүмкін деген бүгін хабар естіген болатынмын. Өте қатты қуаныштымын. Мына жерде енді бұл шындығын айтқан кезінде осы адвокаттарымыздың, жаңағы ұйымдарымыздың, сіз бен біз сияқты үндеу жасаған қыз-келіншектер, ер жігіттер, жаңағы юрист кісілер, адвокат кісілер, барлықтарыңызға, осындай үндеу жасап іс-шара қолданғандарыңызға көп рахмет айтамын. Біздің үндеуіміз көріп отқандай далада қалған жоқ, яғни біз үлкен жетістікке қазір жетіп отырмыз. Сондықтан қазір енді соңғы жаңалықтарды күтетін боламыз және ары қарай іс-шара істейтін боламыз. Барлықтарыңа қайырлы таң достар, менде бүгін завтрак. Енді достар, сіздерге бір әңгіме. Мен кешеден бері андай бір блогерлар көрдім. Енді біздің таныстарымыз бар ғой, блогерлар. Көбісі жүргізеді влогтарын орыс тілінде. Енді олар СНГ-ға түсу үшін орыс тілінде жүргізеді да. Мен айтам да, мен де СНГ-да жүрмін, мені Россияда көреді, Белоруссия көреді, США, Швеция, Нигерия, бәрі көреді мені, бірақ мен қазақ тілінде жүргіземін. Мысалы, Россиядан жазғандар бар. Дана, біз сен үшін қазақ тілін үйреніп жатырмыз, контенттерін күшті деп тәтелер, ағалар жазғандар көп маған ютубшы. Енді көбінесе орыс тілінде сөйлеп, өздерінің тілінде сөйлесе, өздерін андай бір төмен санап тұр деп, мамбеткамын деп ойлайды шығар көптері. Мен сондай байқадым. Мен қазір ешкімге ешқандай претензия беріп, претензия айтып, немесе мен мықтымын, сендер онша емессіңдер деп жатқан жоқпын. Просто по факту айтып жатырмын. Бұл жерде андайда, содан кейін Нұрлан Сабуровты айтайын деп едім. Сабуровты бәрін өлгенше қолдандар, атасының басына қолдайсыңдар ма оны? Ол дейтін алдында сторисына шықты, Instagram сторисына шықты. Азынап тұрып, Ресейдің бәрін мақтап жылғанда, ал қазақтар келіп өзінің туған жері, туған елі, құттықтап деп күтіп алып жатыр. Мә, Сабуров, уайымдама, сен үшін біз сен үшін молодецсің, сен красавчиксің, вай деп айтып жатыр. Ал біздің қазақтар туралы таста әңгіме жоқ. Сол үшін Сабуровты ешқандай қазақ ешкім қолдамасын деп айтқым келеді. Енді қолдайтындарын өздерің білесіңдер, бірақ оны қолдайтындай қазір жағдай болып тұрған жоқ. Ол өзінің туған елін, туған жерін қолдай алмай, туған жеріне рахметін айта алмай, бір ауыз сөз сторисына ең аяқ жағына болсын, өзімнің туған жеріме, туғандарыма, бауырластарыма, қандастарыма рахмет деп те бір сөз айтқан жоқ. Сол үшін көздерің ашық қой, көресіңдер. Мен жайған айтқым келгені, мәңгүрттерді қолдамай қойыңдар. Кім өзінің аккаунтын орыс тілінде жүргізеді, тек қана орысша сөйлеп, өзінің тек қазақ тілін, бірақ қазақтар ғой енді бәрі қазақша сөйлемейді, қолдамаңдар деп айтып жатқан жоқпын. Просто оларға бір қатты көмек керек болған кезде көмектеспеңдер болды.